Али, базарға барып келейікші, мен базарға кірем да шығам. Қойыңызшы, білем ғой сіз кіріп шығатыңызды. Бұл дейді, жылана бермей, қазір шығам, тоқтайды. Ал, болма. болды, кеттік жүр. Кеттік. Алдыңғы светофордан оңға бұрыласыз. Сау Түгейсіз қой, қайда барасың, қанша уақыт боласың, қай жерге барасың, не үшін барасың, бәрін айтады. Ойбай, жақсы екен. Жеңгеңіз базарға барып 3 сағат аралайды. Сол үшін демалып алсаңыз болады. Мен айтып жатыр ма? Қой, мен кірем да шығам. Өтірік айтады. Онымен қоса төркініне қымбат заттар алады. Тоқташы. Тоқта деймін. Неге? Тоқта, мен түгейсіз жоқ таксимен кеттім. Жеңше, неге үйттіңіз? Жоқ, керек жоқ, рахмет. Жеңше, аппаратını қой. Қой. Рахмет, қарындас. Қаға бартсайым? Алматы аренаға барыпсыздар? Жанар Айжанова, Дана Кентай. Жеңше, не істеп жатсыздар? Қажет. Дайындалмайсыздар ма? Не, әлі түсінбегенсіздер ма? Әнмен дайындалсаңыздар? Дайындалып жатыр ға. Мен Жанар Айжанова деді. Не болды? Сізді кім шақырды? Бағлан шақырды. Бағлан? Ау. Максим немей шақырды? Қарсылас қой біздің. Ойбай, бұл егіз лебізде жоқ қой. Қойш. Я? Бара берсің онда. Не? Олыңа бардым. Ау, Ерлан аға. Жақсы, өздеріңіз болайсыздар. Я. Айрандарды алдық, я. Я. Айраннан жоқ. Ау? Жоқ, ана сүзбелеріңізді айтайын деп не етіп отырмын? Айрандарыңыз, айрандарыңыздан. Сізге вообще алмай қойын ба? Екеу. Вообще алмай қойын ба? Үші ола берейін ба? Үші ола берейін. Ау? Жоқ, өзім шайшып отырғам ғой. Жаңа сүзбелеріңізді айтып отырмын ғой, сол сүзбеден 4-еу беріңіз да. Аха. Я, жібере беріңіз, жақсы. Коктейль аласылай ма? Не болды? Осы телефонмен сөйлесіп отырмын. Деп нервке тиіп. Мынандай сізге де маған да алайын ба дедім ғой. Алмай-ақ қойшы ештеңке. Жүрші кеттік ішпейді. Нағып шақырдыңыз бұл жерге? Тыныш. Али, мен бір күшті түс көрдім. Түсімде. Жүр екеміз деп қоям өзім. Анау ақ қасым жорда мен ғой дейм жеңше, Соны білмеймін, көрамай тұрмыншы. Неменеге көрамай тұрсыз соны? Мен ғой сол жүрген, мен ғой. Көзіңізді ашып қарамайсыз ба? Не түсіңізде, не өңіңізді көрмейсіз? Бір бөтен адам сияқты кеттім мен вообще. Сонша ашуланған түс қой ол, Әли. Ахмет апа, жеттім төркінге, я. Қант қайда? Қайда қойып кетесің осы сен, Кухняға кірсеңші, тауып аласыз қой. Міне таптым. Таптым. Жұлдызай, мына құмғанды таптым, су қайда? Жұлдызай, осы анау 1964 жылы февральда түскен суретіңіз бар еді ғой үйде. Сол сурет қайда енді? Жұлдызай, пульт қайда? Жұлдызай, сыбыртқа қайда? Жұлдызай, мәсім қайда? Мәсім. Калушпен жүр, мәсім қайда? Аяғыман сіз... Ой, апа, қазір өзім барып тауып беріп қой бірінші. Я, давайте, жақсы. Төркінде де адам соп жатқызбайтылар бар ғой. Жақсы, кейін келем. Заттарын тауып бейші. Ойбай, інім қалай? Қалай сөйші жағдайыңыз ғой? Жұлдызай, сіздің бір ізденім басыңызға таңғаламын. Сөздің шығырлығаны осы кітапты оқыған екен ғой бәрі. Бәрін оқып тастадыңыз ба? Бәрін бір аптада уже? Нені? Бәрін бір аптада оқып тастадыңыз уже? Жоқ, мен бұны оқыған жоқпын. Ой, Құдай үйге қонақ шақырғанбыз. Қазақтың қонағы таусыла ма? Содан ана көршілерден стол ағамыз ғой. Сөйтсек бір-біріне сәйкес келмейді. Мыналар астына қойып жүріп, тіп-түзу стол болды. Күшті. Сосын Нұрсұлтан, келесі суббота бізде тағы да қонақтар. Қалың, мықты кітаптармен дайындап қойшы, Дайындап қойын, Кітап стол сатып алайын, қазір, Сен салға бейт тұрмышшы. Опа. Жеңше, бұл суретке түсіп не істейін жатсыз? Наны рекламаға бер, сат жүрмейін ба?
ойбай кеше ғана Түркиядан келе жатыр Ерке деген жерлесім өсті кет доставкасы тегінде мақтанып жатыр едіңіз ғой, ұрысып қалдыңыз да? Жоқ ой, неге ұрсам? Бұл енді өз бағасына беріп жетті, өз бағасы жаңағы фабрикадан шығарып жатыр, тегін доставка алып сатып үстіне ақша қосып бизнес жасамай ма? Тағы біреуін алдырамын. Иә? Айтпақшы, келесі апта ауылға барады екенбіз ғой. Ана абысының туған күні дейді. Оған не береміз? Пластик. Мына жарнамаға самай қойық та осыны абысынға подарок етейік. Дұрыс. Апам мен көкеме қарап жатқан сол кісі ғой. Қара шаңырақта шайқалтпай ұстап отқан. Қара шаңырақтағы абысынға әппақ қылып дүбілек апарып. Апсашы, жарнаманы апсы. Асығын қыз, әлі өтіспіне сорпа ішіп, дайындалмайсыздар ма? Жұлдызай жоқ, азаннан бері күтіп отырмын ғой мен оны. Ол кісі кетіп қалған екен ғой. Қайда? Түлкі басқа өткенде дауыз іздемей кетіп қалды ғой 2 жұлдыздан кейін. Қызықпай деймін әлі, ойнап айтылды ғой. Ойнап айттыңыз не? Ол кісі сеніп қалған ғой, ол кісі айтқаннан қайтпай кетіп қалған ғой. Бар алып кел, оны дайындыққа баруымыз керек. Ау! Жұлдызайдың дауысы ма? Естілдім, қуайын дедім мен. Жеңше? Не істеп жатсыз түлкі басты басыңызға көтеріп? Өзің өткенде дауыс бар дедің ғой, шоқта келдік қой іздеп. Ой, ойнап айттым ғой мен оны. Бағлан туған жері болғаннан кейін. Жүрсеңші Алматыға дайындалайық та егізіле бізге. Ойнайтын меселерге неме, адам уақыты жоқ кезде. Жеңше не істеп жатсыз? Ой, құттықтау бүгін Наурыз емес пе? Құттықтау жіберіп отырмын бәріне. Ой, 2-3 күн болды. Қашан бітеді сен вайндар түсіру керек бізге. Сәл құттықтау жіберіп. Не істеп? Кімдерге құттықтау жіберіп жатсыз? Ой, бір важный адамдарға важный құттықтау жіберетін алтын деген, алтын сататын подружкам бар ғой. Иә. Соған енді жібермесем болмайды. Қазір өзім арнайы жазбасамшы. Алтын, ой айналайын, ұлысы оң болсын, иә, берекелі болсын. Біз сені жақсы көреміз. Сосын анау әпкелеріме қазір ана видеомен астына күшті текші жіберейін. Жоғар жақтағылар ғой енді олар бәрі ше. Болды. Ой, болды мына кетті. Ай, Али, мен съемкаға шақырып отыр класстастарға. Қандай да сурет жіберерші, әшейін бас жерден бұлар. Үйтіп адамды бөлуге болмайды ғой. Ой, олар улап келіп, улап шолып кетеді ғой, бәрі жібересіз ма? Бауырсаға бар сурет бір. Ешкім жоқ па? Жоқ па? Айттым сендерге бөлелерін дедім. Бәрі бел ортадан жұмысты тастап қашып кеткен ғой. Қашып кеткен. Ой, бүгін қандай күн екен білесіз бе? 13 июнь білемін. Енді 13 июнь болғанда аптан қай күн екен білесіз бе? Ой, воскресенье не болыпты? Дұрыс қой, воскресенье демалады олар адам ғой. Паниктен суббота істейді, воскресенье демалады адамдар ғой олар да. Бейшара, менің жиендерім байғұстар воскресенье қарамай жұмыс істеп еді ғой осы. Азаннан кешке шейін адам ғой дейді. Сонда бүгін мына жерге келіп тұрған мен адам емес деп тұрсың сонда мені, а? Жоқ, жеңше, сіз ешкім адам емес деп жатқан жоқ қой. Жоқ, сен айттың ғой жаңа воскресенье адам ғой олар демалады деп. Сонда мен адам емес па саған? Қойыңызшы, жеңше, сізді вообще адам емес деген жоқ қой мен. Енді айттыңыз ғой олар воскресенье. Сонда сенің біреулерің адам екен де воскресенье мына жерге келгенде адам емес екен. Қойыңызшы, көреміз понедельникте келіп сөйлес. Адам демалып жата берсін, өмір